Ананас, жіңішке, нәзік жапырақты ананас. Бұрын жалпа жапырақты ананас болатын. Осы жолы осындай нәзік жапырақты ананас алдым. Сап-сары болып әбден піскен екен. Ананастың жапырақтары майда, нәзік. Жемісі сап-сары болып сыртынан көрініп тұр піскен екендігі. Өте жақсы дәмді піскендігі. Ананасты сыртының қабығынан тазарттым. Енді байқап отырсам, ананастың кейбір жерлерінде жаңағы дәні болады екен. Салға қазір мына жерде міне қараңыздар. Пышақпен ақырын былай нетсе, міне ішінен дәнін алдым. Мінекей. Осылайша бірнеше дәнін алдым. Мынау ананастың піскен жемісінің ішінде қабығына жақын жерде осындай қабықтары, дәндері болады екен. Осылайша ананастан бірнеше дәнін алдым. Ананас дәндерін жаңағы мына кішкене горшокқа құм дайындап, ыдысқа жаңағы дымқыл топыраққа егіп, үстін мынадай бөтелкенің жартысымен жауып қойғанмын. Содан бері, шынымды айтсам, 1,5-2 айдай уақыт болып қалды. Бұл жерде анда-санда су сеуіп қойып отырдым. Бұл жерде мынадай ананастың дәндері мынандай болып үшеуі шыққан екен. Мынандай күйде тұр. Анықтап, мынаны бөліп қарайық міне. Бұл ананастың дәнінен шығып жатқан өскіндер. Енді әрі қарай бақылап бұны көреміз. Бетін ашып қоюға қорқып жүрмін, өйткені әртүрлі жағдай. Балконға да шығармадым. Бұл менің өзімнің бөлмемде тұр. Мінекей. Ананасты осылайша дәнінен осылай өсіруге болады екен. Әрі қарай тағы да бақылап көреміз. Әзірге осы видеомды сіздерге ұсынамын.